Бүгін ғана міне қайғылы оқиға. Астанадан бір әйел кішкентай баласын құшақтап 12-ші этаждан секіріп кеткен. Әйел өзін ғана өлтіріп қана қоймай, ана баланы да өлтірген. Мына қоғамда қазір еркектер ез болып бара жатыр. Үйленген кезде ол әйелді мен бағам, асырайым деп өзінің әке-шешесінен алып кеткен болатын. Одан бала туады, қыз туады. Оны асырау ол еркектің міндеті. Бірақ өкінішке орай мынандай қазір ойын құмар, ставка қою, соның арқасында кредитке кіріп кетеді. Болмаса жұмыс берсе, жұмыстың бір айлығының аз болса, ой, істемеймін деп кетіп қалады. Ал жаңа нәрсені үйренбейді, жаңа нәрсеге талпынбайды. Сөйтіп әйелдің мойнына мініп алады ғой. Әйел байқұс шырылдайды, өзінің төркініне жүгіреді, көршілеріне, туысқандарына көмектесіңдер дейді. Қашанға жүрсін ол? Ода да намыс бар, ол да әйел, ол да демалғысы келеді. Құрметті еркектер, әйел алдыңыздар ма, әйелдеріңізге қараңыздар. Ал әйел ханымдары, сіздер сабыр етіңіздер. Бірақ өлім, болмаса өзіңізді өлтіру, болмаса балаларыңызды өлтіру, ол бір тығырықтан шығатын жол емес. Алла тағала сізге өмір берді. Және де осы өмірде қандай да бір сынақтар болмасын, Алла тағала Құранда айтады: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Сенаған берген әрбір сынақты сен өзің шеше алатындай береді Алла тағала. Шеше алмайтын нәрсені Алла тағала сізге бермейді ешқашан. Сондықтан да бұндай өлімге бармаңыздар. Қанша қиын болса да дұға етіңіздер, шешімін табуға тырысыңыздар. Болмаса міне туған туыс бар, жора жолдас бар, айтыңыздар, көңілдеріңізді шығарыңыздар, жеңілдейсіздер. Бірақ өзіңізді өлтіру, болмаса балаларыңызды өлтіру, ол тығырықтан шығатын жол емес. Еркектер, сіздерге айтарым, ез болмаңыздар, алған аманаттарыңызға қиянат жасамаңыздар. Сіздер еркектер мықтысыздар, күш қуат берсін Алла тағала. Бірақ балаларыңыз бен әйелдеріңізге дұрыстап қараңыздар.